Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге сұраған Дәуіт, Дәке Teach арнасына қош келдіңіздер. Бүгін білім классқа КТЖ-ны қалай толтырып, параллель сыныптардың арасында импорт жасауды көрсетеміз. Мұнда бәрі оңай. Мұғалімге деген модульге кіреміз де КТЖ дегенді басамыз. Сосын сіздің сыныптарыңыз шығып тұрады. Міне менде 3 параллель сынып бар, 5-ші сыныптар. Соның іс-әрекет дегенді басамыз. Одан кейін мұнда қараңыз, әрбір күнге сізге осылай тақырыптар белгілі болып тұрады. Енді біз КТЖ-ны файлымызды ашып аламыз. Сосын мына жерде экранымызды екіге бөлеміз. Мен қазір сосын мынаның астына мен КТЖ-мды қоям. Сосын мына жерден біз тақырыптарды көшіріп қоя береміз. Міне сәйкес күндері. Келесі екінші тақырып копировать етіп мұнда қоя берем. Дәл осылай оп-оңай барлығын қойып шығасыз. Жақсы, міне мен бір сыныптықын толтырып болдым, қараңыздар барлық сағаттарды. Енді мен параллель сыныпқа көшіруім керек. Экранымызды үлкейте салайық, терезені. Мына жерде бізде экспорттау деген бар. Соның үстінен басамыз. Одан кейін негізгі пән келесі деген басам. Сосын мына жерде қараңыздар, кезеңді таңдаймыз. 190 пән, мұнда математика таңдаймыз. ТЖ-дағы жоспарлар саны мұнда 39 болды. Баспасаңыз да болады. Сақтау деп басам. Сақталды. Міне менде бұл бізде тақырыптық жоспарлаудың ішінде тұрады. Көрдіңіздер ме? Мен қайтадан параллель сыныпқа көшу үшін КТЖ-ға кіремін. Және 5 санын толтырдым. Келесі 5-әге кірем. Мына жерде үстінде ТЖ импорттау деген бар. Сол жерде міне 5-ші сынып 190 деп тұр. Соның іс-әрекеттісіне бітемді. Импорттау деген баса салам болды. Келесі менде 5-ші Д сыныбы. Мұнда кереміз. ТЖ импорттау деген басам. Іс-әрекет басамыз. Төменге түсіреміз. Импорттау деген басам. Болды. Бар жоғы 2 минуттың ішінде біз импорттап, экспорттап КТЖ-ны толтырдық. Арнаға тіркеліңіздер. Сіздермен бірге болған Дәуіт сұраған Дәке Teach арнасы.